أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Қазіргі заманауи ғалымдардың ізденісіне сүйенетін болсақ, бір елде, бір күнде, бір тілде басылатын мақалалар, түрлі кітаптарды бір адамның алдына жинап әкеп қоятын болсақ, бірнеше жыл уақыт кетеді деген оқиға. Бір мемлекетте, бір тілде жарық көретін басылымдарды бір адамның алдына жинаса, пәленбай жыл уақытын алады екен. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз салалардың көптігі, тақырыптардың көптігі. Бұрынғы кезде медицина саласы бір тақырып болатын болса, қазір оның өзі тармақ-тармақ, әрбір тармақтың ішінде тағы да қанша тармақтары бар. Яғни, қазіргі кезде адамның өмірінде іздеймін десе, неше түрлі салалар, неше түрлі тақырыптар бар. Адам сол тақырыптардың ішінен өзіне ең маңызды болған тақырыпты таңдауы керек. Ең маңызды тақырып не? Біз ең маңызды тақырыпты Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінен білеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде адам баласы қабірге қойылғаннан кейін ең бірінші сұралатын сұрағы «Мен Раббук» екендігін бізге жеткізген. Раббың кім? Адам ертең қабіріне қойылған кезде оған ең маңызды болған сұрақ қойылады. Ол да болса «Мен Раббук», Раббың кім? Яғни, адамның бұл дүниеге келудегі негізгі мақсаты, негізгі міндеті Раббысын тауып, Раббысын танып, Раббысына иман келтіріп, құлшылық жасау. Біздің бұл дүниеге келуімізден негізгі мақсат осы. Құранда Алла субханаху ва тағала бұл жайында «Вама халақтул джинна вал инса илля лиябудун». Мен адамдар мен жындарды өзіме құлшылық ету үшін жараттым деді. Бір тәфсирінде Ибн Аббас радиаллаху анхума лиюахидун, яғни Алланы бір деп білу үшін деп тәфсир берген. Яғни адамның бұл дүниедегі негізгі міндеті таухидке қол жеткізу. Таухидті табу. Таухид дегеніміз Алла субханаху ва тағаланы құлшылығында, есім сипатында, істерінде бір деп білу. Құлшылық жасасақ, жалғыз Аллаға арнаймыз, сұрасақ, жалғыз Алладан сұраймыз, жақсылық жамандықты тек қана Алладан деп білеміз, қорықсақ тек қана Алладан қорқамыз. Алла субханаху ва тағала Құранда үйреткендей, «Ияка наъбуду ва ияка настаин». Ей Раббым, саған ғана құлшылық жасаймыз, және сенен ғана жәрдем тілейміз. Құранға үңіліп қарайтын болсақ, пайғамбарлардың да ең бірінші адамдарды шақырған нәрсесі таухид екенін көреміз. Құранда Алла субханаху ва тағала وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Біз әрбір елшіні жіберген кезде, әрбір елшінің ең бірінші шақырған нәрсесі «Ән яъбудуллах», Аллаға ғана құлшылық жасаңдар. «Уаджтанибут тағут», және Алла субханаху ва тағаладан басқа адамдар құлшылық жасайтын барлық нәрсені тастаңдар, ұзақ болыңдар. Пайғамбарлар таухидке шақырған еді. Басқа бір аятта Алла субханаху ва тағала وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Егер қайсы бір пайғамбарды жіберсек, ең бірінші бір Аллаға құлшылық жаса деп шақыр деп оған уахи еткен едік деді. Яғни пайғамбарлардың да ең бірінші дағуаты таухид болған. Егер біздің таухидіміз, Аллаға деген иманымыз дұрыс болмаса, басқа құлшылықтарымыз да қабыл болмайды.
Себебі ғұламаларымыз Құранға және сүннетке негізделе отыра адамның амал құлшылықтарының қабыл болуының екі шарты бар екенін айтып кеткен. Бірінші шарты таухидке негізделуі, ықыласпен болуы. Яғни ияка нa'буд. Ей Аллахым, бір саған ғана құлшылық жасаймыз. Құлшылық Алланың разылығы үшін болуы, ықыласпен болуы. Яғни бірінші шарты адамның таухидінің дұрыс болуы. Екінші шарты біздің шариғатымызға, дінге сай болуы. Кейде адамдар бір құлшылықтарды жасап жатады. Бірақ ниетіне қарайтын болсаңыз, адамдар не дейді, адамдар былай айтады ғой, адамдардан ұят қой деген сөзді айтып жатады. Бұл сөз, бұндай ой адамның құлшылығын күйдіріп жібереді. Кейде бір адамдар шариғатта негіз жоқ істерді істеп жатады. Сұрасаң, менің ниетім дұрыс қой, Алла қабыл етсін деп істеп жатырмын ғой деді. Адамның ниетінің дұрыс болуы өз алдына жеткілікті емес. Сондай-ақ құлшылықтың шариғатқа сай болуы өз алдына жеткілікті емес. Екі нәрсе жиналу керек: ықылас және шариғатқа сай болуы. Егер амалымыз таухидке негізделмеген болса, Аллаға деген иманымызда нұқсан болатын болса, Алла субхана ва тағалаға серік қосып жүрсек, басқа амалдарымыздың барлығы күйіп кетеді. Алла субхана ва тағала ол жайында Құранда былай дейді: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Саған және сенен алдыңғыларға уахи етілді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Егер Аллаға серік қосатын болсаң, амалдарың күйіп кетеді. وَلَا تَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Және зиян шеккендерден боласың деді. Адамның амалына, адамның сеніміне ширк кіретін болса, амалдар күйіп кетеді. Ол қанша амалдар жасауы мүмкін, қанша құлшылықтар жасауы мүмкін, сол жолда шаршауы мүмкін, шалдығуы мүмкін. Бірақ ертең Алла субхана ва тағаланың алдына барған кезде еш нәрсе таба алмайды. Құранда Алла субхана ва тағала ол жайында: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Біз олардың амалдарын шаң тозаңға айналдырдық дейді. Неге? Себебі لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Егер Аллаға серік қосатын болсаң, амалдарың күйіп кетеді дейді. Ширкпен бірге ешқандай амал қабыл болмайды. Сол үшін де құлшылығым қабыл болсын десе, адам бірінші өзінің таухидын түзетуі керек. Және сондай-ақ қашан мұсылмандар Аллаға деген иманын дұрыстап, құлшылығын таухидтің негізінде жасайтын болса, Алла субхана ва тағала мұсылмандарға жер бетінде тәмкин береді. Тәмкин яғни олардың мерейі үстем болады, оларға басымдық береді, оларға күш-қуат береді. Қазіргі заманды қарап отыратын болсақ, мұсылмандар көштің соңында кетіп бара жатыр. Мұсылмандар ең әлсіз, мұсылмандар ең артта қалған. Бұның негізгі себебі ықыласты жоғалтуымыз, таухидты жоғалтуымыз, ширкке түсуіміз. Алла субхана ва тағала Құран кәрімде ол жайында айтады: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Алла сендерден иман келтіріп және ізгі амал еткендерге уәде берді дейді. Нені уәде берді? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Алдыңғыларды жер бетінде мұрагер еткендей, сендерді де мұрагер етемін деді. Тағы қандай сый бар? وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. Және өзі разы болған дінді оларға нығайтып береді. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Және қорқыныштарын кетіріп, қорқыныштың орнына тыныштық береді, тыныштық ауыстырып береді. Бірақ осы марапатқа лайық болғандар кімдер? يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Осыған лайық болғандар маған ғана құлшылық жасайды және маған еш нәрсені серік қоспайды деді. Яғни мұсылмандардың мерейінің үстем болуының, көштің алдына шығуының негізгі себебі таухидты түзету.
Алла субханала тағалаға деген иманды түзету. Қазіргі кезде бізде мұсылмандарда тәмкин де жоқ, мұсылмандардың жүрегінде үрей, қорқыныш. Мұсылмандардың халін қарайтын болсақ, өте адамның жүрегі ауыратын, адам қайғыратын жағдайда. Алла субханала тағала бұның емін бізге көрсетіп жатыр. Ең біріншісі, яъбудунани ла юшрикуна би шай'a. Маған ғана олар құлшылық жасау керек, маған ешқандай серік қоспау керек дейді. Біз осы нәрсені істейтін болсақ, Алла субханала тағала бізге жеңісті де береді, күш-қуатты да береді, мерейімізді үстем етеді. Алдыңғы мұсылмандар қандай халде болды, Алла субханала тағала бізді де сондай етеді. Және жеке әрбір адамның өмірінде таухид орын алатын болса, таухид орнатылатын болса, Аллаға деген иманы дұрыс болатын болса, Алла субханала тағала ол адамның жүрегіне тыныштық береді. Ол адамға Алла субханала тағала әл-әмін, яғни жүрегіне саламаттық, тыныштықты беріп қояды. Қазір адамдардың өмірінде қорқыныш бар, адамдарда үрей бар. Бұның негізгі себебі Алла субханала тағаладан ұзақтаулары. Аллаға деген иманның әлсіреуі. Құранда Алла субханала тағала фаъйюл фариқайни ахаққу бил амни ин кунтум та'ламун. Қайсы қауым Алланың амандығына, тыныш өмірге лайық, егер білер болсаңдар дейді. Артынша жауабын айтады. Аллазина аману ва лам ялбису иманахум бил-зулм. Аллаға иман келтіріп, одан кейін имандарын ширкпен, зұлымдықпен кірлемегендер дейді. Бұл жерде зұлымдық сөзінен мақсат Аллаға серік қосу. Себебі Алла субханала тағала басқа бір аятта инна ширка ла зулмун азим. Аллаға серік қосу үлкен зұлымдық деді. Адамның иманына ширк кіретін болса, ол адамның өмірінен тыныштық кетеді. Қашан адамның Аллаға деген иманы, таухиді әлсірейтін болса, бұл адамның жүрегінен жалғыз Алладан қорқу сезімі шығып кетеді. Адамның жүрегінен бұл сезім шығып кеткен кезде, адам басқа барлық нәрседен қорқатын болып қалады. Кім жалғыз Алладан қорқса, ол басқа еш нәрседен қорқпайды. Ал кім Алладан қорқпаса, Аллаға деген иманы әлсірейтін болса, ол кез келген нәрседен қорқатын болады. Ол адамның жүрегіне Алла субханала тағала қорқыныш беріп қояды. Басқа бір аятта Алла субханала тағала ол жайында айтады. Санулқи фи қулубил лазина кафару руъба бима ашраку биллах. Біз күпір келтіргендердің жүрегіне серік қосуларының себебімен қорқыныш кіргізіп қоямыз дейді. Санулқи фи қулубил лазина кафару руъб, яғни қорқыныш. Бұл адам кез келген нәрседен қорқады. Алла субханала тағала адамды ең ардақты жаратылыс етіп қойды. Уалақад каррамна бани адам. Адамды ардақты етіп жараттық дейді. Басқа нәрселердің барлығын адамға бағынышты етіп жаратты. Ол жайында Алла субханала тағала уасаххара лакум дейді. Яғни сендерге бағынышты етіп қойды дейді барлық нәрсені. Адамның таухид әлсіреген кезде өзіне бағынышты болған нәрселерден қорқып қалады. Адамдардың өмірінде көптеп көріп жататын нәрсеміз. Біреудің алдынан қара мысық кесіп кетсе қорқады. Сыпырғысы тұрып қалса қорқады. Тағы да басқа бір нәрсе сондай. Яғни табиғи көріністерден, құбылыстардан қорқа береді. Бір кісі айтып берген еді. Әлі дінді дұрыс түсінбей жүрген кезімде бір күні таңертең машинамды от алдырып көшеге шықтым деді. Кетіп бара жатырмын. Бірең сараң машиналар ғана өтіп жатыр. Сөйтіп, жолда кетіп бара жатқан кезінде алдымнан қара мысық жүгіріп өтіп кетті деді. Ана жерде бірден тормозға басып шиқылдап тоқтадым деді. Ар жақта маған қарама-қарсы келе жатқан машинадағы кісі де тура солай істеді деді. Тормозын басты, ол да тоқтап тұр. Екеуміз де күтіп тұрып деді. Қазір өтіп кететін болсақ, жолымыз болмай қалады, жағдайымыз мүшкіл болады. Сөйтіп, мысықтың кесіп кеткенінен қорқып тұрмыз. Бір кезден кейін ұзақтан бір машина көрінді, сол өтіп кетті деді. Енді ол да
ол көрген жоқ қой мысықтың өтіп кеткенін. Ол көрсе, ол да тұрып қалып, артындағы да тұрып қалып, ана жерде кептеліс болар ма еді бір мысықтың себебімен. Сөйтіп ана адам өтіп кетті, болды, бәле жала сонымен бірге кетті, жол ашылып кетті. Бұл адамдардың түсінігінде. Сөйтіп екеуі бір-біріне қарап, қол көтеріп, мәз, жақсы болды, нан қатырдық едіп, мәз болып кеттік дейді. Субханалла, соншалықты надандығымыз дейді. Яғни, қарап отыратын болсақ, болмайтын нәрседен адам қорқады. Кейде адамдар салт дәстүрде үлкенді құрметтеу үшін қалыптасқан салт дәстүрдің өзін ырымдарға айналдырып, Аллаға серік қосып қойып жатады. Қазір сондай адамдар бар, бас ұстап қалса, ана жерде әкесінің бірден жүрегі ұстап, о дүниелік болып кететіндей қорқады. Әкесі бар адам бас ұстамайды дейді. Ойбай болды, бас ұстасам қазір әкем кетіп қалады. Келіндер бас ұстамайды. Келін бейшара басты жуады, басты күйдіреді, тісін қағып, оны жақсылап пісіріп, дайын болған кезде, енді жеуге дайын болған кезде, енді ол судың ішінен, қазаннан әулие болып шығады, сондай. Оны тек қана қарт адамдар ұстау керек. Басқа адамдар ұстаса, өмірі быт-шыт болады. Адамдар, субханалла, осындай бір қазір кезде сенімдерге негізделіп қалған. Бұның барлығы Аллаға деген иманның әлсіздігі. Пайда зиян тек қана Алладан келеді деген сенімнің жоғалуы. Қазір кезде қоғамды қарайтын болсақ, адамдар осындай түрлі нәрселерден қорқып, түрлі ырымдарға сеніп, өмірлеріне, жүректеріне қорқыныш кіргізіп алған. Егер сол адамдардың тәухиді дұрыс болатын болса, жақсылық жамандық Алладан екенін, пайда зиян Алладан екендігін білетін болса, еш нәрсе Алланың қалауынсыз пайдада зиянда келтіре алмайтындығын білсе, өмірлерінен бұл қорқыныштардың бәрі шығып кетеді. Бірақ қашан адам Аллаға деген иманын жоғалтады, иманы әлсірейді, сол кезде ол жаратылыстың барлығынан қорқатын болып қалады. Қазіргі кезде өкінішке орай қоғамда неше түрлі Аллаға серік қосуларды көріп жатамыз. Барып, өзі дуаға мұқтаж болып жатқан, халінің қандай екенін білмей тұрып, пәленшеден, түгеншеден берекет сұрап жатады, жолының ашылуын сұрап жатады, бала сұрап жатады. Алла субханала ва тағалаға ғана арналу керек болған дұғаны басқаларға арнап жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ад-дуа хуа ибада. Дұға ибадат дейді. Дұға ибадат дейді. Ибадатты кімге арнау керек? Ибадатты Алла субханала ва тағалаға арнау керек. Ияка нa'буд. Алла, саған ғана құлшылық жасаймыз. Дұға құлшылыққа кіреді. Бізде қазір адамдар қанша мал мүліктерін жұмсап, қанша ақшаларын жұмсап, пәленші әулие, түгенші әулие, ана әулие, мына әулие деп бастарына барып, солардан бала сұрап жатады, солардан қажетін сұрап жатады. Бұл нәрсе адамның амалының барлығын күйдіріп жібереді. Алла субханала ва тағалаға серік қосу болып есептеледі. Құранда қарайтын болсақ, Алла субханала ва тағала көптеген аяттарда яс'алунак. Ей Мұхаммад, олар сенен сұрайды дейді. Олар сенен сұрайды деген аят келеді. Яс'алунака анил махид, яс'алунака анил махилла, яс'алунака анил калала, ва ястафтунака фил калала. Яғни сенен сұрайды деген аяттар көп келеді. Алла субханала ва тағала жауап ретінде құл, оларға айт деп, одан кейін не айту керектігін уахи етеді. Бірақ бір аят бар. Ол аятта Алла субханала ва тағала ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Егер пенделер мен жайында сенен сұрайтын болса, фа инни қариб дейді. Мен жақынмын дейді. Басқа аяттарда сенен сұраса айт деп келеді. Мына жерде айт деген сөзді кездестірмейміз. Айт менің жақындығымды деп жатқан жоқ. Пенделер мен жайында сұраса, мен жақынмын дейді. Құранда Алла субханала ва тағала ва нахну aqrabu ilayhi min hablil warid. Біз адамға күре тамырынан да жақынбыз дейді. Уламаларымыз неге бұл аятта құл, айт деген сөз келмеген деген мәселеге тоқталған кезде, бұл жерде Аллаға құлшылық жайында,
Алланың жақындығы жайында кетіп жатқандықтан да Алла субханала тағала айт деген сөзді келтірмеді дейді. Яғни Алла субханала тағала мен пенденің арасында ешқандай дәнекер деген нәрсе жоқ. Алла субханала тағаланың есігі әрбір адамға ашық. Алла субханала тағаланың дұға есігінің алдында күзетші де жоқ, дұғаны тосып қалушы да жоқ. Алла субханала тағала кез келген пендеге есігін ашып қойған. Қазір адамдар барып анадан мынадан сұрап жатады. Ол адамның біріншіден халінің қандай екенін біз білмейміз. Себебі мұсылманның ақидасы бойынша, мұсылманның сенімі бойынша пайғамбарлар жәннатта, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзі хабар берген тірі кезінде жәннат екенін білдірген адамдар ғана жәннатта деп біз үзілді кесілді кесіп айтамыз. Одан басқа адамдар иншалла жәннатта деп жақсы үмітте боламыз. Бірақ үзіп кесіп, міне пәленші жәннатта деп айтпаймыз. Егер біреудің жәннаты немесе тозақы екенін біз білмесек, қалайша енді оны Алланың досы етіп қойып, Алланың сүйіктісі етіп қойып, және одан кейін тағы да құлшылығымызды соған арнаймыз. Ол адам өзі біздің Алла пәленшінің күнәсін кешір деп дұға жасауымызға мұқтаж болып жатқан шығар. Ал біз оны апарып соған сондай деңгей беріп қойып, кейін құлшылығымызды соған арнап жатамыз. Бұл әлбетте Алла субханала тағаланың алдында кешірілмес күнә. Егер адам құлшылығын, яғни дұғасын әулиелерге, анаған, мынаған, пәленші әулие, түгенші әулие деп барып соған арнап жүріп дүниеден өтіп кететін болса, Алла субханала тағала бұл күнәсін кешірмейді. Себебі Құранда «Инналлаһа ла яғфиру ан юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша». Алла субханала тағала өзіне серік қосқанды кешірмейді, одан басқасын кімге қаласа кешіреді дейді. Енді басқа кез келген күнә, қандай күнә болсын, кешірілуі мүмкін. Бірақ Аллаға серік қосып дүниеден өтіп кететін болсақ, мүшрик болған халде дүниеден өтіп кететін болсақ, бұл кешірілмес күнә Алла субханала тағаланың алдында. Сол үшін де біз әрқайсымыз амалдарымызды тексеруіміз керек. Қазір қанша адамдар бар, ана әулиенің басына, мына әулиенің басына деп барып мал бауыздап жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Ла'аналлаху ма забаха ли гайриллах». Кім Алладан басқаға арнап бір нәрсені соятын болса, ол адамға Алланың қарғысы, Алланың ләғнаты болсын деді. Бұл адам сауап істеп жатқан жоқ, керісінше Алланың қарғысына ұшырап жатыр. Одан кейін Алладан басқаға аталып сойылған малдың еті де харам болады. Құранда Алла субханала тағала «Ва ма ухилля ли гайриллахи би». Алладан басқаға арналып сойылған нәрсенің харам екенін айтады. Біріншіден бұны істеп жатқан адам Алланың қарғысына ұшырап жатыр. Және сол сойылған малдың еті харам болады. Оны жеуге болмайды. Оны апарып итке тастау керек, мысыққа беру керек. Қалаған нәрсесін істесін, бірақ мұсылман адамның жеуі харам болады. Қаншама жастарымыз, қаншама үлкен кісілер гороскоп деген бәлеге сеніп, Алла субханала тағалаға серік қосып жатыр. Қазір өкінішке орай жастар бір-бірімен танысып жатса, бір-бірінен гороскопын сұрап жатады. Сенің белгің қандай деп сұрап, сол мәселені көтеріп Алла субханала тағалаға серік қосып жатады. Бұл нәрселерге сену Аллаға серік қосу, Алла субханала тағала кешірмейтін үлкен күнәлардан. Қазіргі таңда өкінішке орай сол сияқты үйлерімізде Қытайдың құрбақасы пайда болды. Пайда зиянды Алладан емес, Қытай жасаған, тиын тістеген құрбақаға арнап Алла субханала тағалаға серік қосып жүр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде егер бүкіл адамзат, бүкіл жындар жиналып саған бір пайда келтірмекші болса, Алла қаламаса келтіре алмайды дейді. Бүкіл адамзат, қазір 6 миллиард адам бар дейміз жер бетінде. 6 миллиард адам ішінде байы, кедейі, басшысы, құлы барлығы жиналып, жындар қосылып, сізге бір зиян келтірмекші болса, Алла субханала тағала қаламаса ешқандай зиян келтіре алмайды. Ал енді бүкіл адамзат келтіре алмайтын пайданы, зиянды бір құрбақадан күту, осы құрбақа маған дүние береді, ақша шақырады деп есептеу, бұл барып тұрған ақымақтық, Алла субханала тағалаға серік қосу. Бұл адам
екі дүниенің зиянына ұшырайтын адам. Алла субханала тағала бәрімізді бұндай Аллаға серік қосулардың түрлерінен сақтасын. Қанша адамдар пайданы адыраспанның түтінінен күтіп, қанша адамдар пайданы қызыл шүберектен күтіп, осы қызыл шүберекменен бір зиянды кетіреді деп Алла субханала тағалаға серік қосып жүр. Қанша адамдар жылқының табанында жүретін тағаны үйлеріне тағып қойып, осы пайда келтіреді деп қателесіп жүр. Бұның барлығы Алла субханала тағалаға серік қосу. Мұсылман адам бұндай нәрсенің барлығынан аулақ болу керек, ақидасын түзету керек. Пайда зиян тек қана Алла субханала тағаланың қолында. Алла ғана пайданы келтіруші, зиянды кетіруші деп білу керек. Егер біз осындай сеніммен өмір сүретін болсақ, өмірімізде тыныштық болады, біздің жүрегіміз тыныш болады, әртүрлі табиғи құбылыстардан, табиғи көріністерден қорықпайтын боламыз. Сондай тыныштық тапқан халде өмір сүреміз. Алла субханала тағала әрбір мұсылманның Аллаға деген иманын күшейтсін, таухидын түзетсін. Алла субханала тағала бәрімізді жасырын болған, анық болған ширктің түрлерінен сақтасын. Алла субханала тағала өзіне серік қоспаған халде дүниеден өтуімізді және сол арқылы Алла субханала тағаланың жәннатына қол жеткізуімізді нәсіп етсін. Өмірінде таухид бірінші орында тұру керек. Аллаға деген иман дұрыс болу керек. Аллаға деген иманымыз дұрыс болатын болса, Алла субханала тағала иншалла біздің басқа амалдарымызды қабыл етеді. Аллаға деген таухидіміз дұрыс болатын болса, иншалла Алла субханала тағала басқа күнәларымызды кешіреді. Егер Аллаға деген таухидіміз дұрыс болатын болса, Алла субханала тағала мұсылмандардың мерейін үстем етіп қояды. Алла субханала тағала жүректерімізге тыныштық береді, жүректерімізден қорқынышты кетіреді. Және ертең Алла субханала тағаланың алдына барған кезде, қабірге қойылған кезде, мән раббук, Раббың кім деген ең маңызды сұраққа жауабымыз дұрыс болады. Егер Аллаға серік қосатын болсақ, ертең қабірге түскен кезде бірінші сұрақтан сүрінеміз. Бірінші сұрақтан сүрініп жатсақ, онда ары қарай халіміз мүшкіл болады. Сол үшін де әрбір мұсылман өмірінде ең бірінші таухидты орнату керек. Таухид жалауын тігу керек. Және таухид жалауын ұстап жүріп, басқа амалдарды жасау керек. Сол кезде иншалла Алла субханала тағала бізге екі дүниенің жақсылығын, екі дүниенің хайырын береді. Алла субханала тағала баршамызды түрлі Аллаға серік қосу, ширк атаулыдан сақтасын. Алла субханала тағала өзіне деген иманымызды түзетсін. Муахид болған халде, яғни Алланы бір деп білген халде дүниеден өтуімізді баршамызға нәсіп етсін. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля ант, настағфирук ва натубу илейк.